Осы жерде есіме Малик ибн Динардың оқиғасы түсіп отыр, өзі жайлы айтып берген. Дәріс беріп жатып айтып берген. Малик ибн Динар тақвалардың тақвасы. Бірақ та Малик ибн Динар кім болған? Бұрын тәртіп сақшысы болған. Қатты маскүнем де болған. Өзінің тәубеге келу себебі жайлы былай дейді. Күндердің бір күнінде, әдеттегідей жұмыста жүргенімде, базарда адамдарды бақылап, алыстан бір-бірімен сөзге кеп қалған екі адамға көзім түсті. Біреуі сырттай қарағанда өте күшті денелі да, екіншісі өте әлсіз еді. Қолында ұстаған бір заты бар еді. Осы екеуіне қарап тұрсам, әлгі күшті денелі адам әлсіз адамға күш көрсетіп әлімжеттік қылып, қолындағы затын тартып алған екен. Жақындап келгенімде, әлгі әлсіз адамның былай дегенін естідім. Қолдағы затынан айырылып қалғаннан кейін: Алла тағала сені қиямет күні есепке тартады, жауап бересің. Себебі мен осы мына базарға Алла елшісінің мына хадисіне амал істеу үшін шығып едім. Кімде-кім базарға шығып, бір зат сатып алғаннан кейін үйіне келіп қыздарына бөліп берсе, қиямет күні Алла тағала оған назар салады деген. Иә, қыздарымның қуанышын тартып алғаның үшін Алла тағаланың алдында жауап бересің дейді. Малик ибн Динар айтады: осы әлсіз адамға деген жүрегімде рахым, мейірім пайда болды да, іштей өзіме, мүмкін Алла тағала мені кешіретін шығар, осы кісіге көмектессем, жәрдем етсем дедім. Сөйтіп, әлгі күш көрсеткен кісіге келіп қатты ұрысып, қолындағы затты тартып алдым да, әлгі әлсіз кісіге қайтып бердім. Әлгі әлсіз кісінің жүрегіне қатты қуаныш кіріп, енді кеткелі тұрған кезінде шақырып алдым. Сөйтіп, ол кісіге бұлай деп өтініш еттім: Аллахтың атымен сенен өтініш етіп сұраймын. Үйіңе қайтып барған кезіңде, қыздарыңның қуанышын көрген кезде, сен алып келген сыйлыққа сол қыздарың мына мен үшін дұға етсін. Оларға менің атымды айт, Малик ибн Динар деп. Бұл кісі күнәһар болған. Қатты күнәһар болған. Күнәға белшесінен батқан. Алайда адамның сыртқы келбеті бір басқа, ішкі жан дүние бір басқа. Алла тағаланың рахымынан, Алла тағаланың кеңдігінен үміт еткен, кешірім мейірімін іштей үміт еткен. Іштей. Сөйтіп, бұл кісі дереу өзгеріп, Алла субханаху ва тағала тәубесін қабыл етіп, бұл кісіге Алла тағала ерекше мейірімін, рахымын төгіп, өзіне жақын құл етіп, сөйтіп тәртіп сақшысы болған, әрі маскүнем болған Малик ибн Динар Алла тағаланың әулие құлдарының бірі болған, дәрісіне мыңдаған адамдар қатысатын Малик ибн Динарға айналады.